Сәлем достар, бүгінгі бейне сабағымыздың тақырыбы Linux операциялық жүйесінде RAID массивін баптау болып табылады. Біріншіден RAID массив не үшін керек екенін айтып кетейін. Бізде әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Солардың ішінде егер біздің серверімізде берік дискілер істен шығатын болса, біз өзіміздің сайтымыздың немесе жүйеміздің мәліметтерін жоғалтып алуымыз мүмкін. Сол себепті жүйелік администраторлар өзінің серверлерінде әртүрлі RAID массивтерін баптайды. RAID массивтердің бірнеше түрі бар. Ол RAID 1, 0, RAID 5, 10, 50 және тағы сол сияқты болып бөліне береді. Мен бүгін сіздермен бірге RAID 1 массивін баптаймын. RAID 1 массиві оны басқаша айналы mirror деп айтады. Бұл не себебі біз екі дискті бір дискке біріктіреміз. Олар бір-бірінің көшірмесі болып табылады, яғни айналы көшірмесі. Ең алдымен мен қазір серверімде терминалды ашам. RAID-ті баптау үшін бізге супер пайдаланушының рөлі қажет болғандықтан мен қазір sudo -i деген команданы орындаймын. Менен қазір қолданушымның паролін сұрайды. Мен камыров деген пайдаланушының паролін енгізем. Мінекей мен супер пайдаланушының рөлін алдым. Енді RAID массивті баптауға кірісейік. Біріншіден біз осы сервердегі берік дискілердің санын көрейік. Ол үшін мен fdisk -l командасын орындаймын. Міне біз көріп тұрмыз. Біріншіден dev-sda 21 гигабайттық диск. Мұнда біздің операциялық жүйеміз орналасқан Linux. Одан кейін бізде екі қолданылмаған SDB және SDC берік дисктері бар. Осы екі дискті мен қазір бір дискке біріктіріп RAID 1 массивін құрамын. Осы SDB және SDC дисктерін біз ең алдымен осы екі диск үшін тараулар кестесін құрамыз. Ол үшін мен fdisk dev sdb деп басам. Менен қазір команда сұрап отыр. Бос тараулар кестесін құру үшін мен on командасын орындаймын. Одан кейін мен DOS операциялық жүйесімен үйлесімділікті алып тастау үшін C командасын орындаймын. Және де осы өзгерістерді дискке жазу үшін W командасын орындаймын. Дәл осы операцияларды мен келесі диск үшін тағы да қайталаймын. fdisk dev sdc. Мінекей екі дискке де біз тараулар кестесін құрдық. Енді осы дисктерден біз тазартуын жүргіземіз. Яғни бұрын осы дисктерде әртүрлі мәліметтер болуы мүмкін, және де олар осы дисктер әртүрліше тарауларға бөлінуі мүмкін. Сол себепті мен ең алдымен RAID массивінің баптаудың алдында оларды тазартамын. Ол үшін Linux операциялық жүйесінде RAID массивтерді басқаратын mdadm утилитасын қолданам. mdadm деймін. Zero superblock және өзімнің дискімді белгілеймін. sdb компонент. Бұл бізге дұрыс көрсетіп жатыр, себебі бізде бұрын RAID массив бапталмаған. Сол себепті маған unrecognized md компонент device деп көрсетіп тұр. Енді біз осы екі дискті RAID массивке біріктірейік. Ол үшін мен тағы да mdadm утилитасын қолданам. Create, яғни қосамыз. Одан кейін болашақ RAID массивіміздің атын белгілеймін. dev md0 level, яғни бізде қандай RAID массив. Мен жаңа айтып кеттім, біз RAID 1 массивін баптағандықтан бізде level 1 деп болады. Егер мен RAID 0, ол сәйкесінше level 0 болады, және де тағысын тағы әрі қарай созыла береді. Одан кейін RAID массив 1 таңдадық. Одан кейін бізде RAID-ға қатысатын
девайстардың, яғни дисктердің санын белгілеуіміз керек. Бізде 2 диск, сол себепті мен 2 деп таңдаймын. Одан кейін осы 2 дискті тізімдеп көрсетемін. def-sdb және def-sdc. Enter. Continue creating. Келісеміз. Яғни мінеке бізде хабарлама шығып тұр. Array def md0 started. Яғни бізде RAID массив іске қосылды. Енді біз осы RAID массивті қалай дұрыс емес қосылғанын көру үшін мына команданы орындаймын. Cat proc mdstat. Мінеке бізде көріп тұрмыз md0 актив, RAID 1, SDC және SD1 дискінен құралған. Resync, яғни синхронизациясы жүзеге асқан. Енді осы RAID 1 массивіне біз файлдық жүйені құрамыз. Және де осы файлдық жүйеге біз белгі қоямыз. Ол үшін мен mkfs, қандай файлдық жүйе, xfs файлдық жүйесін қолданам, -f, одан кейін -l және де белгіні, қандай белгі қоям. Осы RAID массивті srv деген мұқабаға монтаждандықтан srv fs деген атауды қоям. Және де RAID массивтің орналасқан жерін көрсетемін. Def md0. Enter. Мінеке бізде жасалды. Одан кейін біз конфигурациялық файлға RAID 1-ді жазамыз. RAID 1 жазуын қосамыз. Ол үшін тағы да mdadim утилитасын қолданам. mdadim экзамені scan, және де біз көрсетеміз қай конфигурациялық файлға біз ол өзгерістерді енгіземіз. etk mdadim conf. Енді біз осы mdadim conf'ты көрейік. Мінеки біздің RAID массивіміз туралы мәлімет жазба осы конфигурациялық файлға жазылды. Енді осы RAID массивті көру үшін df-h деген команданы басайын. Мінеки бізде біз операциялық жүйеміз орналасқан SDA берік дискіндегі тарауларды көріп тұрмыз. Бізде def md0 әлі қосылмаған. Біз оны қазір монтаждауын жүзеге асырамыз. Бірақ та бізде жүйе қосылған кезде RAID массивіміз үнсіз келісім бойынша қосылу үшін біз оны fstab-қа жазуымыз керек. Ол үшін мен etk fstab деген файлды ашам. Және де осы файлға қазір өзгерістерді енгізем. Сонында біз біз белгі жасадық, яғни label, srvfs. Одан кейін тарауға монтаждалатынын көрсетуім керек. Мен srv мұқабасына оны монтаждаймын. Орысша айтқанда монтирование дейді. Одан кейін осы RAID массивтің файлдық жүйесін көрсетем. Ол xfs default 02. Өзгерістер жазғаннан кейін файлды сақтаймын. Ctrl-X, есі. Енді біз mount -a командасына, яғни монтаж fstab конфигурациялық файлдар арқылы монтаждауды жүргіземіз. df-h-ты жазғаннан кейін мінеки біз RAID массивтің біріккенін көріп тұрмыз. 5 гигабайт 1%, міне srv мұқабасына монтаждалып отыр. Яғни біз егер бүкіл жүйеміздің маңызды конфигурациялық файлдарын, бэкаптарын осы srv мұқабасына сақтайтын болсақ,
біздің мәліметтеріміз сақталу орны өте сенімді болады. Осы массив бізде екі дисктің біреуі істен шықса да мәліметтеріміз сақталады. Енді осы операциялық жүйені қайта қосқаннан кейін біз осы RAID массивтің қосылғанын көре аламыз. Өзімнің операциялық жүйемді қайта қостым. Енді терминалды қайта ашып көрем. df-h мінеки. Көріп тұрмыз, біздің RAID массивіміз үнсіз келісім бойынша SRV мұқабасына монтаждалып отыр. Осы сабақ сіздерге көп көмек көрсетті деген үміттемін. Назар қойып тыңдағаныңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.